Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сызықтық алгоритмдерді программалау. Оқу мақсаттары: алгоритмді программалау тілінде жазу, сызықтық және тармақталу алгоритмдерін программаның өңдеуді кірістірілген ортасында жазу. Бүгін үйренеміз программалау тілінде сызықтық алгоритмдерді жазуды. C++ тілі 1980 жылы Берн Страструп деген кісі ашқан. Программалау тілдері кез келген, мысалы қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі сияқты өзіндік алфавит, синтаксис, семантика терминдері қолданылады. Программалау тіліндегі тіл әліпбиі дегеніміз программаның элементтерін құруда қолданылатын символдар жиынтығы болып табылады. C++ программалау тілінің тіл әліпбиіне латынның бас және кіші әріптері, араб цифрлары, арнайы белгілер және бейнеленбейтін символдар жатады. Программалау тілінің синтаксисі дегеніміз программа жазу барысында сақталуы қажет тіл ережелер жиынтығы болып табылады. Семантика дегеніміз тілдің жеке құрылым элементтерінің мағынасын анықтайтын ережелер жиынтығы. Қисық екі таяқша арқылы біз программалау тіліне түсініктеме жазаламыз, және бұл түсініктеме трансляторға әсер етпейді. Сонымен қатар C++ тілінің синтаксисіне main, code, sin, int және тағы да басқалар жатады. Яғни code дегеніміз бізде шығару, sin дегеніміз енгізу, int дегеніміз бүтін сандардың типі болып табылады. C++ тілінің семантикасына кітапхана енгізулер жатқызады. Мысалға include, iostream. Символдардың тіл лексемасы қалыптасады. Лексемаға жатады идентификаторлар, тұрақтылар, амал белгілері, түйін сөздер, бөлгіштер. Идентификаторлар әріптен немесе сызу символдарынан басталатын латын әліпбиінің әрпі, цифры, символдар тізбегі. Мысалы, C++ тілі бас және кіші әріптермен ерекшеленеді. Сондықтан әртүрлі идентификаторлар болып табылады. Мәселен, біз док сөзін кіші әріптерден жазатын болсақ, ал кейін бас әріптерден жазатын болсақ, екі сөзде әртүрлі идентификаторларды білдіреді. Тұрақтылар дегеніміз есепті шешу барысында өзгермейтін шамалар болып табылады. C++ тілінде алгоритм командалар түрінде жазылады. Командаларға операторлар және параметрлер жатады. Операторлар дегеніміз бұл программалау тілінде арнайы қызметті орындайтын бекітілген сөздер мен символдар болып табылады. Ал параметрлер дегеніміз команда әрекетінің орындалуын нақтылайды. Мысалға біз C++ тілінде оператордан кейін нүктелі үтір қоямыз. Яғни бұл нүктелі үтір компиляторға команданың аяқталғанын білдіреді. Арифметикалық амалдарды C++ тілінде жазған кезде мынандай өзгерістер болады. Қосу ол қосу таңбасымен, алу таңбасымен, көбейту таңбасымен, ал квадрат ол по сөзі және жақша ішінде x деген жер бұл нақты сан, мысалы x-тің квадраты болуы мүмкін. Сол жазылады, ал оның дәрежесі y, осы x-тің дәрежесі. Мысалы x-тің квадраты болатын болса, y-тің орнына 2 сөзі жазылады. Келесі бізде ол модулі, бұл fabs деп жазылады, және жақша ішіне x жазылады. Одан кейін түбірді біз sqrt деп жазамыз, x-ті. Мысалға, x квадрат алынған 7x плюс 6 деген амалдарды жазып көрейік. Ол C тілінде былай болады. Мысалға, по x-тің квадрат дегеніміз x үтір 2, одан кейін 7 көбейтілген x қосылған 6 деп жазылады. Онлайн C++-да өзіміздің тәжірибелік есебімізді шығарып көрейік. Яғни сызықтық алгоритмді C++ программалау тілінде жазып көрейік. Бізде арифметикалық амалдарды қолдану арқылы жазатын боламыз. Яғни көбейту, қосу, алу, бөлу командаларын орындайтын боламыз. Бірінші бізде include командасымен iostream жазылады. Яғни бұл бізде code және sin
мәліметтерді шығару және енгізу үшін қолданылатын кітапхана болып табылады. Ары қарай бізде min біз жерде бос тұрады. Ары қарай бізде ерек жақша. Ерек жақша бізде begin, яғни программаның басы. Ерек жақшаның соңы ол программаның соңы дегенді білдіреді. Яғни бізде EOStream дедік, одан кейін end main. Ары қарай біз жаңағы орыс алфавитін шығару үшін set localды пайдаланатын боламыз. Ары қарай біз нақты сандар типі, яғни жылжымалы үтір арқылы нақты сандар мәліметтер типін жазатын боламыз. Яғни оны біз float деп атаймыз. Ары қарай біз S1, S2, S3 және A, B сандарын нақты сан деп тип беретін боламыз. Әр оператор аяқталғаннан кейін біз нүктелі үтір қойып отырамыз. Келесі бізде, яғни шығарамыз экранға A мен B сандарын енгіз деп. Float командасын қолданатын боламыз. Float командасының жазылуы мәтінді жазамыз. A және енгіз. Командасын қолданамыз. Және де A дейміз. A-ны енгізу керек, одан кейін B-ны енгізу керек. Мысалға S-ті теңейік A мен B-ның қосындысына. Яғни A мен B-ның бөлінісіне теңейік. A бөлу үшін біз мынандай таңбаны қолдандық. S1-іміз тең болсын A мен B-ның қосындысына. Тең болады A мен B-ның көбейтіндісіне. Келесі S3 тең болады A мен B-ның алымына. Қарай шыққан есептелінген мәнді шығару үшін code командасын шығару керек S-ті. Бізде S енді жазу шығады. Дәл осылай S1-ді, S2-ні, S3-ті жазатын боламыз. Енді run белгісін басып тексеретін боламыз. A және B сандарын енгіз дейді. Яғни 4 пен 5 болды. Енді тексеріп көрейік. 5-ке бөлсек 0, 5-ті қоссақ 9, 4-тен 5-ті алатын болсақ 1, 5-тен 4-ті алатын болсақ 1 дұрыс, 5 пен 4-ті көбейтетін болсақ 20. Яғни біздің есебіміз дұрыс шықты. Тапсырма. Анықтамасын жаз. Жарайсың. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.